Армысыздар, ардақты ағайын. Біздің ғұламаларымыз былай деген екен: өмірде көрген түйгені мол адам ғана ақыл парасаттың керуенмен қалықтай жүзеді дейді. Шынында да қарап отырсаңыз, біздің қазақтың өзінде көп жасағаны емес, көпті көргеннен сұра деген де сөз бар. Біздің бұдан айтарымыз: артыңа қалатын ізің болса, сонда ғана сенің ұлы тұлға болғаның дейді. Ал біздің студиямызда қонақта жылдың үздік сазгері Айжігіт Қалмырзаұлы Асанов. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Тәуелсіздігіміз 20 жылдар қарсаңында дәл осы 2011 жылдың үздік сазгері деген ат сізге бұйырды. Басқа енді біздің оңтүстік өңірі ешқандай әншіден де, ақыннан да, сазгерден де кенде емес қой. Бұны әрине мақтан тұтамыз, ешкімде оны жоққа шығара алмайды. Десе де, осы бір үздік сазгер деп аталатын атау сіз үшін маңызы зор секілді. Енді рас, айтып отырғаным, мен бұл өнерде жүргеніме біраз жылдар болып қалды, ширек ғасыр деуге болады. Сол осы уақытқа дейінгі бір шығармашылық еңбектерімнің, шығармашылық жетістіктерімнің соның бір түйіндемесі болды ғой деген өзім сондай ойдамын. Бұл енді маған осының алдында да талай республикалық байқауларда жүлде алып келгенім енді мына өнерсүйер қауымдар жақсы біледі. Дегенмен соның бәрін топтастыра келе, соның бәрін елеп ескеріп, жаңағы осындағы біздің облыстағы өнер жанашырлары бағалап, жаңа осы номинацияға мені ұсынған екен. Алла разы болсын. Бұл маған енді өте үлкен, тек қана қуаныш емес, жауапкершілік менің жүктеп отырған жағдайы бар. Себебі мен шабытыма шабыт қосып, мен енді сенімдімін, менің әлі бергеннен берерім алда деп, Құда қаласа соған бір бұл қамшы болып тиетін секілді. Ән тыңдармандарының жанында бірақ соның сазгері кім деген де пікірлер қалыптасады. Не болмаса көп адамдар осы бір сазгермен ақынға назар аудармай жатады. Яғни әншінің атауына өтіп кетеді, сол әншінің еншісіне болғандықтан оның сазгері көп ретте еленбей жатады. Осы ретте сіздің мынау біраз бейнеклиптеріңіз де бар. Жалпы сазгердің аты аталмай қалғанда жетімсіреп қалатын кезіңіз бола ма? Енді бұл өте дұрыс айтылып отырған нәрсе. Бізде бұл көп жағдайда шынында әнді білгенмен халық сазгерін білмей жатады. Ол өмір заңдылығы да болар. Себебі соңғы кездері қажет болса кейбір клиптерде тек қана әнші мен әннің аты ғана беріліп жатады. Ал оның сазгері кім екенін халық ең болмаса сол жерде тұрған жазудан да көріп жатпайды.
Қазір ғана тыңдаған шаршаға бардық әні бұл енді жалғыздан балабақшадағы балалар ғана емес, мектеп жасындағы балалардың да бір қуанып, осы бір мерекені қарсы алатын кездегі айтатын өлеңінің бірі осы. Қай жылы дүниеге келген еді? Бұл енді ән ертеректе келді, кеңес дәуірінің кезінде. Кеңес дәуірі енді біздің есімізде қалған ол кезде қазақ тілінен гөрі орыс тілі басымдау болатын. Мына үгіт насихаттың өзі, соған арналған әндердің өзі, мына патриоттық әндердің көбісі орыс тілінде бізге жетіп, орыс тілінде айтылып жататын кездер болатын. Бұл менің анау алғашқы қызым балабақшаға барып жүрген кезде өзі өмір мені соған итермелеген болу керек. Қызым бір мынау жаңа жылдық орысша утренник дейді, жаңа жылдық шырша кеші болып жатады ғой, соған апайым тақпақ жаттап алып кел деп жаңағы шаужайыма жабысып, сосын менің өзімде әдетімде үйде енді өлең кітаптар көп жинайтын, көп оқимын, әлі де бар сол кітаптардың сарғайса тұр, соны ақтарып қандай енді жаңағы баланың тіліне үйіріле қалатын қандай сөздер бар екен деп қарап отырсам, жаңағы бір тақпақ жол түсті. Мен жаңадан тақпақ аламыз жаттап, жаңа жыл келді, жаңа жыл аттақ деп жаңағы бір сөздер жеңіл екен. Соны отырғызып қызым 2 жасар қыз, мен оқимын, ол айтқан сымақ болады, сонымен екеуміз әбден терлейміз, жаттап ала алмайды, жаңа ары бері. Сосын мынау өзі олай мына гитара менің жанымда жүретін, сол гитараны алып қойын шама демалайық деп алып, жаңағы бүйтіп бір-екі рет ұрып соқпақтап отырсам, ән аузына үйіріліп, жаңадан тақпақ аламыз жаттап деп ары қарай кете берді. Сөйтсем, ой тұрмай мынау деп, қасында отырған қызым да маған қосып тақылдай бастап, сонымен іліп алып кетті да, бағанадан бері терлеп тепсіп отырғанымыз далада қалды, лезде жаттап алған жағдайы бар. Бұл енді сол кездегі жаңағы мынау әннің жоқшылығы, тапшылығынан бір өзі алла сәтін салып, бір алып келген дүние болды. Оны енді мына қазір шынында мен үшін қуанышты, мына көптеген мектептің қабырғаларында болсын, балабақшаларда болсын, мынау маған Ақтөбе неден хабарласып жатады интернеттен, соны салып жіберіңізші мына жерде өйтеді. Менің қуанышым, үлкен қуанышым сол. Айжігіт Қалмырзаұлының енді шығармашылық жағына келетін болсақ, менен гөрі сіздер өздеріңіз жақсы білулеріңіз керек, себебі облыстық теледидардың ұжымында көп жылдан бері жұмыс жасайды. Табысты жұмыс жасап келе жатыр. Ең бір тәжірибелі азаматтардың бірі, техника саласын меңгерген. Біздің облыстық теледидарда көптеген жаңа түрлі бағдарламаларының авторларының бірі болып есептелінеді. Соның ішінде біз естіген бір ән бағдарламасына тікелей атсалысып, уақытында ашып қаншама біздің жаңа әндердің өмірге келуіне себепші болып жүрген азамат. Айжігіт шығарған әндердің көпшілігі сол соңғы 5 жылға дейін белгісіз болып кетті. 5 жылдан бері қазір енді түрлі конкурстарға қатыса отырып, осы біздің еліміздің тәуелсіздігіне байланысты, біздің жерімізге байланысты көптеген әндер шыға бастағаннан кейін, ол кісінің әндерін жастар көп айта бастады. Осыған байланысты танымал, яғни өмірдің өзі ол кісіні танымал етіп шығара бастады. Шардара туралы әні, мысалы үшін біздің тәуелсіздік туралы ән, Шымкент қаласы туралы жазылған әндер халықтың арасында қазір тарап кетті. Қазақстан сарбаздары деген әндер тіпті орталық телеарналарда былайша айтқан кезде бір ұран ретінде айтылып жүрген әндердің бірі. Жақсы ән еш уақытта жерде қалмайды. Мен ойлаймын, ол кісі өзінің бір әндерін, ән жазғандығын мақтанып біреуге бір жария етпесе де, сол әндер арқылы өзі жария болып, қазір Айжігіт Асанов деген сазгер бар екен, ел таныды ғой деп есептейміз. Одан кейін біз соңғы 5 жылдың көлемінде республикалық патриоттық әндер байқауын өткізіп жүрміз. Айжігіт Асанов сол патриоттық әндерге 2009 жылдан бері қатысып жүр. Қазақстанның рухын, қазақстандықтардың рухын, әсіресе жастардың рухын оятатын, көтеретін сондай әндерді көп жаза бастады. Және ол әндер бір сәтті шығып жатыр деп айтуымызға болады. 2009 жылы алғаш рет жеңімпаз болды. 2011 жыл тағы да сол республикалық байқауда Айжігіттің әні жеңімпаз болып, республика көлемінде бірінші орын алып отыр. Бұл деген сөз
ертеңінің жай азамат екенін емес екенін көрсетеді. Патриот деген жалпы елін сүйген азаматтан ғана шығады. Шағалалы Шардара деген әніңіз бар. Шардара сіздің жаныңызға қаншалықты жақын? Енді Шардара маған енді шын айтсам Шардарада сирек болған екен. Мен ол жерге көп барған емеспін. Бұл әннің жаңағы туына әсер еткен осы бір газет бетінде хабарландыруды көріп қалдым. Осы Шардараға арналған жаңа әндердің республикалық байқау өтейін деп жатыр екен. Енді бұл өнер деген өз қызық дүние ғой. Бұл бір Алланың құдіреті деп айтар едім мен. Сол маған әсер етті де, маған бір әуен келді. Әуен, сосын оны сөзін жазатын ақын, оның орындаушысы да бір үйлесе кетті де, бір керемет дүние шығып, бұл енді әннің менің творчествомдағы алатын үлесі өте зор. Себебі сол жердегі 50 шақты әннің ішінен енді доданы жарып баспай келу деген сөз, және ол тек қана алып шаң басып жатқан жоқ. Бүкіл республиканың көлемінде орындалып, көптеген жерлерде сол ән арқылы мені танып жатыр. Амандықтың аңсаған шағалалы Шардара, қайта келдім мен саған жолдар салып араға. Баяғыдай соғады толқындарың жағада, көкте қанат қағады бұрынғыдай шағала. Шағалалы Шардара,